Кел Айдана, тақтаға шыға ғой. Айдана, жазуың қандай әдемі? Сен өскенде кім боласың? Қазақ тілі мұғалімі. Айдана, сен бұл мамандықты неге таңдадың? Сіз саққа мұғалім болғым келді. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің есімім Усенова Айдана Сабыровна. Мен Павлодар қаласының номер 18-ші жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Менің бала кезіндегі арманым мұғалім болу еді. Ал алдыма қойған мақсатым оқушыларының қазақ тілінде еркін сөйлей алуы. Ол үшін мен сабақта әртүрлі платформаларды қолданамын. Бүгін сіздермен қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңашыл әдістері, ойын технологиясы арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру тақырыбында өз педагогикалық тәжірибемен бөліскім келеді. Ойын технологиялары арқылы оқушылардың белсенділігін қалай арттыруға болады? Kahoot, Quizzes, Bamboozle, Казмат, EduCapClay сияқты платформаларды қолдану арқылы білім беру үрдісін қалай жаңартуға болады? Бұл туралы бейнебаянда айтатын боламыз. Қазіргі заманғы білім беруде педагогикалық инновациялар маңызды рөл атқарады. Ойын технологиялары бұл оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оятатын және олардың белсенділігін арттыратын күшті құрал. Оқушылар Learning Sub сервисімен жұмыс жасағанды ұнатады. Барлық тапсырмаларды уақытылы орындайды. Олардың толық орындалуына қол жеткізеді. Kahoot ойындар мен сұрақтарға негізілген білім беру платформасы. Kahoot білім алушылардың белсенділігін арттыратын және динамикалық әлеуметтік және көңілді білім беру ортасын құрайтын ойын негізіндегі оқытуға ықпал етеді. Kahoot арқылы өткізілген викторина оқушылардың білімін тез және қызықты түрде тексеруге мүмкіндік береді. Ал Bamboozle арқылы өткізілген топтық ойындар оқушылардың топпен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Бұл әдістер оқушылардың мотивациясын арттырып, сабақтың сапасын көтереді. Цифрлық білім беру ресурсы мұғалімге қосымша материалдар ұсынып, сабақты шығармашылық бағытта жүргізуге жағдай жасайды. Тапсырманы тиімді ұйымдастырып, оқу мақсатына жетуге мүмкіндік береді. Сабақ мазмұнын ақпараттық коммуникациялық технологиялардың жаңа мүмкіндіктерімен толықтыруға, оқушылардың назарын аударуға, ақпараттарды көрнекі түрде көрсетуге бағыттайды. Осындай жаңашыл әдістер оқушылардың білім деңгейін көтеруге және олардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Білім бұл болашаққа салынған негіз.